Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен пісіруді қажет етпейтін чизкейктің түрін дайындайтын боламыз. Жеміс-жидек маусымы кезінде осындай чизкейктерді дайындап, отбасыларыңызды қуантсаңыздар болады. Дайындалуы қиын емес, үйдегі бар заттардан жасалатын, өте дәмді әрі керемет болып шығатын чизкейкті сіздер де жасап көріңіздер. Олай болса достар, видеоның соңына дейін тамашалап, ұнаса лайк басып, каналға тіркеліп, өз ойларыңызды қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдымен бізге желатинді дайындап алу керек. Ол үшін желатиннің үстіне өте салқын суды құйып, оны араластырып, бұқтырып қоямыз. Бізге небәрі 500 грамм печенье керек болады. Өзіңіз қалаған ұнайтын печеньені қолдансаңыздар болады. Осыны бізге үгітіп алу керек. Блендермен немесе салафанға салып, оқтаудың көмегімен майдалап үгітіп алсаңыздар болады. Осы ұнтақтың үстіне енді бөлме температурасында тұрған өте жұмсақ сары майды салып, осыны қолмен жақсылап араластырамыз. Біздің ұнтағымыз өз формасын осылай жақсы ұстау керек. Енді алдын ала дайындап алған формамызға ұнтағымызды салып, осыны түгелімен жайып аламыз. Асты тегіс осындай банканың немесе стаканның көмегімен осы основамызды түгелімен жақсылап басып формасын шығарамыз. Бұны біз кішкене нығыздауымыз керек. Сол кезде біздің основамыз, осы печеньеміз өз формасын жақсы ұстайтын болады. Осылай тегістеп алғаннан кейін артығын пышақпен кесіп, қалған бөлшектерді ортасына салып, қайтадан тегістеп жіберсеңіздер болады. Дайын болған основамызды мұздатқышқа, яғни морозильникке 15-20 минутқа салып қоямыз. Енді біз салмасын дайындайтын боламыз. Сүзбелі ірімшікті алдымен осылай миксермен жақсылап араластырып алдым. Үстіне қойытылған сүтті, яғни сгущенкамызды құйып, екеуін жақсылап араластырамыз. Бізде бір қалыпты крем тәрізді салмасы шығу керек. Салмамыз дайын болғанша, алдын ала бұқтырып қойған желатинді су моншасында немесе микротолқынды пеште өте қатты ысытамыз, буы шыққанша. Енді біз желатинді кремге қоспай тұрып, алдын ала дайындап алған формамызды, основамызды қасына қойып дайындап алуымыз керек. Себебі желатин тез қатып қалуы мүмкін, сондықтан да кремді араластырып жатып, формамызды қасымызға алып дайындап аламыз. Дайын болған салмамызды основамызға құйып, оның бетін тегістеп, формамызды стол үстіне бір-екі рет ұрып аламыз. Сол кездегі артық ауғалары шығып кетеді. Дайын болған чизкейкімізді морозильникке 2 сағатқа салып аламыз. Міне достар, менің чизкейкім морозильникте 2 сағат тұрды. Енді оны пышақтың көмегімен шетін осылай ашып аламыз. Сол кезде формасынан оңай шығады. Біздің основамыз бөлініп шашылып кетпейді, себебі ол морозильникте өте қатты болып қатып қалған. Енді формасынан босатып, ыдысымызға салып, қалауыңызша лентамен әсемдеп қойсаңыздар болады. Осылай да ұсынсаңыздар болады, бетін шоколадпен әрлесеңіздер де болады. Мен бетін осылай жеміс-жидектермен әсемдеп қойдым. Достар, өз ойларыңызбен сан түрлі қылып әсемдесеңіздер болады. Достар, біздің чизкейкіміз дайын болды. Сіздер де жасап көріңіздер. Сіздерге өте қатты ұнайды деген ойдамын. Видеоны көріп тамашалағандарыңыз үшін рахмет. Астарыңыз дәмді, отбасыларыңыз аман болсын.